Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазахмет клиникасының көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Сіздермен бірге мен Қасен Айданы. Бүгінгі тақырыбымыз қара жұмық жармасы гречка арқылы қалай арықтауға болады. Соны білетін боласыздар. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші арықтау тәсілі: қарақұмықты гречканы кешкісін дайындап, таңертең жеу керек. Ботқаға жасыл алмадан басқа ештеңе қосуға болмайды. Дәнді бұқтыруға немесе қайнатуға ғана нұсқаулық етіледі. Екінші арықтау тәсілі: кешкісін дәнді жуып, қайнатылған суды үстінен құйып, бетін қақпақпен жауып қою керек. Таңғы асқа ботқаны тұзсыз, қантсыз қолданып, ал түскі асқа ғана кішігірім соуспен жеуге болады. Үшінші арықтау тәсілі: кешкісін қарақұмықты гречканы жуып, үстінен 1-2 қатынасымен суық су құйып, жоғарғы температурада қайнату керек. Үстін қақпақпен жаппаңыз. Барлық су сіңгеннен кейін үстін жауып 6 минут бойы отта ұстаңыз. Ботқаны газ плитасынан алып, үстін орап қойыңыз. Таңғы асқа жеңіз. Қарақұмық диетасын 7 күннен 14 күнге дейін ұстау керек. Егер де диетаны дұрыс сақтасаңыз, 10 кг, кейде тіпті 15 кг салмақ тастауыңызға болады. Қарақұмық диетасы кезінде салмақ бірде кетіп, біресе қайтып келеді. Не себепті? Бұның бірнеше себебі бар. Ботқаның дұрыс пісірілмеуі, дәннен басқа түрлі дәмдеуіштердің қосылуы организмнің ерекшелігі. Қарақұмық гречка диетасын қандай жағдайда ұстауға болмайды? Иммундық жүйесі әлсіз жандар, созылмалы ауруы барлар диета ауруды қоздыруы мүмкін, және де гастрит және жүктілік кезінде бұндай диетада отыруға тыйым салынған. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.